Сәлеметсіздер ме балалар? 9-шы сабақ 34-ші жаттығу. Пайымдау мәтінінің бөліктерін тап, дәлелденетін пікір, дәлелдеу және қорытынды пікір. Әр бөліктің арасын байланыстырып тұрған көмекші сөздерді ата. Құмырсқаның қыста қарны ашпайды, өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Бірінші, дәлелденетін пікір: құмырсқа қыста қарны ашпайды. Екінші, дәлелдеу: өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады. Ал үшінші, қорытынды пікір: сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Бұл жердегі көмекші сөздер, яғни байланыстырып тұрған өйткені және сондықтан деген сөздер. 35-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Бал арасы табиғатта өздігінен тіршілік етеді. Гүл шырынын сорып, бал жинайды. Адамдар бал арасын балы үшін қолда асырайды. Бал арасын еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Мәтін не туралы? Оған ат қой. Бал арасын неліктен еңбекқор жәндік деп атайды? Мәтіннің пайымдау бөлігін көшіріп жаз. Балалар, енді осы тапсырмаларға жауап беретін боламыз. Мәтін бал арасы туралы. Ал мәтінге еңбекқор жәндік деген ат қоюға болады. Бал арасы кішкентай болғанымен табиғатта үлкен жұмыс атқарады. Гүл шырынын жинап, бал жасайды. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Енді келесі мәтіннің пайымдау бөлігі: бал арасын еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады деген бөлігі бұл мәтіннің пайымдау бөлігі болып табылады. 36-шы жаттығу. Пайымдау мәтінінің бөліктерін табу, яғни дәлелдеу пікірі мен қорытынды пікір бөлігін тауып сызбамен көрсет деген. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді, олар қылымнан арқан еседі. Сондықтан жыл ағасы мен боламын. Бұл қай кейіпкер деген сұрақ берілген, ал мәтіндегі кейіпкер ол түйе. Келесі, дәлелдеу пікірі мен қорытынды пікірді табу керек. Дәлелдеу пікірі: адамға пайдалы қасиеттерім бар. Бұл сөйлем дәлелдеу пікірі болып табылады. Ал қорытынды пікір: сондықтан жыл ағасы мен боламын деген сөйлем бұл қорытынды пікірі болып табылады. Осылай сызбамен көрсетсек болады. 37-ші жаттығу. Пайымдау мәтінінің бөліктерін тиісті сөздерді қою арқылы байланыстыр. Қоянның көздері шарасынан шығып бадырайып тұрады. Сондықтан ол қарсы алдындағыны ғана емес, екі қапталындағыны, сондай-ақ арт жағындағысында бір мезгілде көре алады. Енді осы мәтіндегі пайымдау бөліктерін табуымыз керек. Ең бірінші дәлелдеу пікірін табамыз. Ол қоянның көздері шарасынан шығып бадырайып тұрады деген сөйлем бұл дәлелдеу пікірі болып табылады. Ал қорытынды пікір: сондықтан ол қарсы алдындағыны ғана емес, екі қапталындағыны, сондай-ақ арт жағындағысында бір мезгілде көре алады деген сөйлем бұл қорытынды пікірі болып табылады. Мәтіндегі сөздерді байланыстырып тұрған көмекші сөз сондықтан деген сөз. Көп нүктеге осы сондықтан деген сөзді қолданамыз. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.